мынау қалай жетші істемей жаттым. Мен пицца жегім келіп жатыр, Маша. Қаны тойып кеттің ал кесірмен. Вообще ұнамайды да ана. Мен бұны қолмен жейтін тамақ дейші. Мен де сол. Саған тамақ істеп берсіңдер ғой. Тамақ істеп берсейші. Маша, ұстаяқшы, тауысып қояқшы. Айтпай қойшы потом мен тамақ пісіргенімді. Айтпашы потом мен тамақ істемегенімді. Тамақ істегім келмей тұр ғой. Сөй сабақ оқығым келмегенде мен мамаға айтпаймын ғой. Жемаймын бұны. Мам, пицца заказ керек. Сен де ақша алдың, ана. Білген едім, мен қалай заказ берем оны. Ладно, бір манчы табылар. Мен телефон қайда қысқа. Заказ бердім уже. Енді күте тұру керек. Мынаны жей тұрам. Как пицца заказ берген еш? Адам бұған тоя ма? Заказ берген кезде сразу 5-тен көп заказ беріп тастамай ма? Ладно, сразу кірінші. Қалай ашам? Осы заказ беретін кезде есігін ашып, сразу дайындап қоймай, достатчик келетін біледі ғой. Мен сенің аштан біліне атып тезіп келсеңші. Осы ма мың сағат тұрмын ғой аяқта. Не көрдіңіз? Кән залдан қайда залдан. Не үшін қырбатшы? Кухняға кіргізерге. Саба, шайшама сіздікі? Екі-ақ пицца. Мына кішкентай қызға ма жетпейді ғой бұл. Аппетиті жоқ қой. Сен вообще пицца жейтін қызға ұқсамайсың. Сен пицца жейсің ба? Қарсы фигурная тұрсың ғой. Пицца жейтін қызға вообще ұқсамайсың. Мен енді неге фисти чай заказ бердіңдер? Кола заказ бермейсіңдер ма бір кекіртетін кішкене? Ал вкустарым жоқ екен. Адамна пиццаның қасына крылышки, наггетсы, гриль, чикен қоспай ма? Или вообще сушиларың қайда? Сендер вообще вкустарың жоқ па? Сендерге күш қуат керек қой кішкентай кездеріңнен. Мысалы, сен жасың қаншада? 9-да. 9-да болса, вот именно. Ертең партизан болып қаласың ғой. Біз де сол кішкентай кезімізден жеп жүрміз, міне? Здоровый адам вообще ешқашан тамақ дайындамаңдар. Потому что тамақ дайындайтын болсаңдар, сендер ыдышасыңдар. Ыдышатын кезде сендер фейри, химикат қолданасыңдар. Қолдарыңа зиян ғой ол. Қолыңды қараш, ыдыс жуғаннан осылай сынып қалды. Қара, сен үлбіреген қолдарың зачем ыдыс жуған? Лучше осылай пицца қолыңны ұшып, тек қана телефонға пицца заказать ететін дүкеннен ғана заказ ететіндер, иә? Біз күшті қылып пісіреміз. Бұл қармашып кетті ғой уже. Это маркетинг. Мынау қандай пицца? Сен қыз естідің ба? Советтеріңді естіп ал. Мен де сияқты үлкен боласың, сосын түсіндің ба? Кәдімгі пиццаларыңды ашыңдар енді. Ей, тақ қолыңды. Бірінші мен жеп қоймайын ба дегустация қылып? А может оның ішінде улы заттар бар шығар? Қайдан білесің? Онда біз сізге бір тиын да бермейміз ғой. Сендер көрмейсіңдер ма? Описаниясына жазылып тұрды ғой. Кояп, дегустация істеп береді деді. Қане жеп көрейін? Дәмін сезіп аламын. Саған осы жартысы жетті жейді. Бірақ ана пиццаны жемегендерім жақсы болыпты. Бір түрлі тестасында бір комочкалар бар сияқты ма? Сырный оригинал сияқты қалай саған? Мен жеп көрмедім ғой, айналайын. Ладно, онда екінші пиццаға да дегустация жасап жіберейін. Ал осы жерде мен жеп көрейін. Жоқ, именно осы жерде саған жеуге болмайды. Білесің ба, мынаның ішінде грибі бар. Ал грибі өте сенің қолыңа зиян. Құрсын, олан қалсаң жерсен, ойбай, масқара болады ғой. Менің артыма соттап жерсе ше. Жоқ, мен сен ондай күнәні ұстап жүре алмаймын. Қой құрсын, мен жеп көре салайын, не? Сіз пісіріңіз ғой, сіз білесіз ғой қандай олы зат істеген. Мен пісірмедім, оны шеф-повар пісірді. Мен үшін көрермін. Ойбай, ішім ауырып кетті. Газировка бар ма? Конечно, ішіңіз ауырады. Мына екеуін жеп болдыңыз ғой сіз уже. Кән, фисти чайды берші маған.
ладно, осында жіберем, мынаның ішінде не бар еді? Н, малина, черника ма? Әйтеуір осы ягодалар пайдалы дейді ғой. Ладно, жіберейін. Қайта қыздар, сендер жемегендерің жақсы болыпты. Аты мен сияқты қиналып отыратын едіңдер. Ойбай, қыздар, андай бөлмелерің қайда? Мамочки, папочки, аташки, әжешки, нағыш әжем, бөлелерім, жезделерім, жеңшем, болашақ күйеуім, болашақ қайынсіңлім, болашақ ене, болашақ атам. Не айтып жатсыз? Қайсыңды жаным, қиналып жатыр. Қыздар, сендердің андай бөлмелерің қайда? Қандай? Енді спальняға жатайын деп жатсыз ба? Брат аға, біз неде өмір сүрсеңізші? Жоқ, андай бөлмелерің ше, не істейді? Мәдениет бөлмелерің. Мәдениет? Бір енді мынандай інілерің бар ма? Иә, бар. Вот, дашып тұратын бөлмелер. Сендер заказ бергенге вкустарың жоқ па десем. Вообще, дым түсінбейді екенсіңдер, aro. Аның, туалет болды ма? Неге өтпелеп жатыр? Мы тут при чем? Вообще, наш айымды аштан өлетін болды.